Сәлеметсіңдер ме балалар, жаңа оқу жылына сәттілік тілеймін. Биылғы жыл арнаулы даталармен тұспа-тұс келіп отыр. Мәселен, Ұлы Абай атамыздың 175 жылдығы, Конституцияның 25 жылдығы. Сонымен қатар шығыстың құлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы аталып өтіледі. Әл-Фарабидің білімге деген құштарлығының арқасында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Туған жер қалың елім, небір жүйрік болдырып жырау деген. Шаршадым мен, қанатым талды менің, шыңқыт жолға сарылып қара менен. Қайтыр алмай жылдарым жатырағып, қасіреттің жасына көз жуынар. О жаратқан көп меткен ақымағың, құмыс қылды тез суынар. Тіршіліктен құрыштай бол көзіңді, сан мәртебе алса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да әзәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңдада алдыз өз теңіңнің ұшымен. Жүргендер көп достық атын алдады. Адамға тән безесі қасық, өзінің қоғжан әлемдік сырғына өңі. Содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сенімнің болмыстары арқылы қажет. Сүйген мен өтеді бір күнбеймен, шындыққа бас тікенмен пенделікте бола алла. Жататын нәйлім жаңғырып, бұл емес ғұмыр мәңгілік. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Әл-Фарабидің арқасында әлем ғылым мен техникадағы жетістіктерге жетті. Әл-Фарабидің арқасында әлем ізгілікке ден қойды. Әл-Фарабидің арқасында батыс Аристотельді жаңа танып